Шейтан-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді, жаратушы жаббар хақ Аллах Тағаланың атымен бастаймыз. Біздің каналымызға келіп түскен кейбір сұрақтарға жауап. Сұрақ: тырнақ өсіру ислам шариғаты бойынша күнә ма, немесе өсіруге мүлде болмайды ма? Алла елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жалпы тырнақ алуды тазалыққа қатысты 5 сүннеттің бірі ретінде атап көрсеткен. Ол туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадисінде 5 нәрсе адамның болмысынан дейді. Яғни сүннетке отыру, ұятты жердің түктен тазарту, мұртты басу, тырнақты қысқарту және қолтық түгін алу. Яғни осы 5 нәрсе адамның өзінің болмысынан болып табылады. Алайда тырнақты 40 күннен артық өсіруге мүлде болмайды. Жалпы Роддул Мұхтар атты керемет бір кітапта былай дейді: ең дұрысы апта сайын тырнақты алу, мұртты қысқарту, әурет түгін алу, денесін жуу, яғни шомылу, душқа түсу де жатады. Болмаса бұл істерді 15 күнде жасалуы тиіс. Ал бұл істер 40 күннен асып кететін болса, онда күнә деген ғалымдарымыз. Осыған орай тырнақты апта сайын алу ол мұстахаб, яғни жақсы көрілген амал. Ал 40 күннен асыру харамға жақын макрух болып саналады. Не үшін? Себебі адамның өзіндегі гигиеналық талаптарға байланысты, тырнақтың астында неше түрлі микробтардың жиналуына байланысты ислам шариғаты тырнақ өсіруді дұрыс көрмейді, яғни күнәға санайды. Ал қыз балалардың тырнақ өсіруі немесе тырнақ жабыстыруы ислам шариғаты бойынша күнә болып табылады. Аллах Тағала естіп білгенімізге амал істеуге нәсіп етсін. Аман болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.